Құрметті аналар, бәрімізде біздің дәстүрін бәріміздің басымызды біріктіріп отырған. Енді бүгін Баян менің замандасым. Бүгін Баян 80-ге батса, мен деген сияқты. Сонда Баян замандасыма бақытты болсын, мен қоса жүз жасай берейін, бала шағасының қызын көрсін, асыл аты белгілі, сол Баянға шығарып өлеңім бар еді. Оқып берейін. Асыл ана деген ән жазып едім, сөзі де әні өзімдікі. Ой, таза жандардың жақсы келер Алланың разылығы бақыт бер басына. Аймұрат замандастарым, құтты болсын мерей жастарың. Жаратқан жар болып, көре беріңдер. Көре беріңдер, қызыл бақтың, төрінде болыңдар, нұр бақтың. Денсаулықтарың зор болсын, уайымдарың жоқ болсын. Қолдау мен Тәңірдің қуаныштарың көп болсын. Замандасым Баян, есімің көп Аян. Өзіңді бағалаймыз асылға. 80-ге жетті жасың, аман болсын басың. Жасай жеткейсің ғасырға. Амин. Өндеп ұрпағың, көркейсін жан-жағың. Құрмет тұтар, әрдайым ардақты асыл анасың. Тілек білдіруші Ғазиза Болақызы. Енді асыл ана дегенді айтып берейін қазір. Жаңылықтан әлінде қазір өзіне түсіріп алайын. Болды. Мен той бұғасын өлеңсіз болды ғой. маймен өтірің оралдың майы, оралдың. Өмірге бағаны, ақ сүтім беріп анасы, мәпеледі аялап, жана болды саябақ. Мейірімін төледі, құшағына алып өтеді, сәбін теріп бесікте, түнде ұйқы көреді. Сәбін теріп бесікте, түнде ұйқы көрмеді. Аламада болсын деп, маңдай терін төгеді. Қыш қуан бойдағы баласына береді. Жеземде аласың, жанын тағам, танып еркін өсіп, мен де бағам, елден бармасам, ана деген сұлжан. Жеземде баласын, танытым тапам, талпынып еркін өссін деп, бетінде қақпаған, елден бағын асырған, ана деген асылжан. Осы Баян апайға арналған Рахмет. замандасым арналған. Асылан. Гимн болады, бұған біздің гимн болады. Құдай қаласа.